Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық. Мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы демекші, ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен балтамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, егін салған диқан да, мал бағып терін төккен шопан да, көк күмбезінен әр өткен ғарышкер де, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Мұғаліммін, жұмыскер жай адаммын. Жас өренге мейірбай адаммын. Космос ашқан жан кешті болмаған мен, ұстаз деген атаққа сай адаммын. Ой түзейді жасыланмаған қарап, бой түзейді жасыланмаған жанап, шәкірт пікір ұштайды мен арқылы, сондықтан да төтенше маған талап. Ұландарым, ұятым ар намысым, бала менің қуатым алданышым, өткен түнім ұйқысыз, күлкісіз күн, жан өреннің қанатты арман үшін. Ізденісім, еңбегім тебіренсім, ақыл ойым жігерім жер жемісім, бәрі дағы балаға, оқушыма, ұстаз тұтып соңыма ерген үшін. Біз жас мамандар, еліміздің болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі жастардың қолында. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту төгіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы, жас ұрпақ тәрбиесіне мықты көңіл бөлу біздің қолымызда. Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан әлемдік білім кеңістігіне кіріп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Біз жастар мамандығымызбен мақтанамыз. Yeah, me love one thing, me make a bad man sing.